өздерін сайлап құжат жасаған би болмайды екен. Халық сайлаған би болады. Халық тыңдаған би болады. Сондықтан халықтың ішіне және әр елдің әулиесіне бас иіп отырып, алдарыңыздан өтіп, ауылдарыңыздан сіздер өздеріңіз орталарыңызда қалаған азаматты сайласақ, сіздермен бірге бас қосып отырып, жан жақтағы дүниені, әсіресе осы Жаңаөзенде 2011-де алғашқы 2 күнде хабар жетпей қалды жақта. Ал Алматыдағы қаңтарда да хабар жан жаққа кешеді. Неге десеңіз, біз мынандай араласта жоқ едік. Ал енді қазіргі заманда мылтықсыз майдан халықтан асып кеткен жоқ. Бәріміз хабарласып, ұйымдасып, еш жерде төңкермей, бір ауыздан дат айтсақ, үкімет ол еш жаққа кетпейді. Бірақ датты айтқан кезде орнымен айту керек. Қайта завосток демеу керек та, орнымен айтатындай. Ал ол үшін бір адамды тұлпар қылып дайындау керек отқа суға. Еле болса, осының шашынан бір тал шаш түссе бүткіл халық көтереміз деп. Сол сияқты келіп отырып, Жетібайға неге келіп, Жетібайға нағызхан ағалар аралас болып, білес болып, жетіп атып, келіп жеттік. Енді өзін-өзі көкекті ғана шақырады ғой, басқасы шақырамайды. Сондықтан бас би кім екен, ана би дегендер кім екен дегенше алдарыңыздан өтіп, 300-дің батасын алмай көшірмейді. Сондықтан Қазақстанды айналып шығуды бет бұрғанбыз. Бірақ біреулер ары айтады, біреулер бері айтады, бірақ та тарихтың бойымен жүру керек. Мен тарихтың бойында кіші жүздің көкшенің көшіне көшіп барған ешкімді көзіскен жоқпын. Жоқ тарихта. Болмаса Жетісуға көшіп барған ешкім жоқ соғыс кезінде. Ал тарихтың түбінде бүткіл халықта соғыс басталып қырғын болғанда сырдың бойына, сырдың жағалап, 300-дің бәрі осы Түркменнің шекарасымен осы далаға жиналған. Сондықтан бірінші осы Пірбекеттен бастап келейік. Оны көбісі сенбейді. Біз өзімнің тарихымнан Жалайырдың ішінде сырманақ, шуманақ болып бөлінеді. Шулар қиындықта көшкеле салмай қалып қалады да сырға қарай ауып кетеді. Сөйтіп, енді соғыс бәрі тұрақты елге қарай көшкен кезде сырдың мінезін алып барады да, сырдың мінезін, адайдың мінезін алып барады, тік айтып, тік қосады. Ал ана жақта кішкентай жұмсақ сөйлектік бағанда түсінбей қалады да, екеуі төбелеседі. Біздің Жалайырдың тарихшылары айтады, енді Бірманақ деген ата бар дейді. Бірақ одан ешкімді туғызамайды. Неге? Сырманақ пен Шуманақ төбелесіп қалған кезде ақсақалдар жиналып, ей, тоқтаңдар, бәрің Бірманақсыңдар дейді. Сөйтіп, 12 ата байұл деген сияқты бізде 12 ата Жалайырдан шыққанбыз. Тамырымызда, қазығымызда біздің де осы түрде аталарымыз жатыр. Жаңағы біреусі анау дейді, біреусі мынау деп айтады, белгісіз аталардың бәрі, бірақ түркмен емес, ешкім емес. Әулие деп белгісіз тарихы жоқ деген аталар да жатыр. Оның бәрі 300-ден. Көкшенің көшірге келген жер бар, Көкшетаудың да көшіп келген. Арғынның асуы бар бұл жақта да. Сондықтан бірінші сіздерден бастадық. Неге десеңіздер, желдің өтінде көп соғыста 12 ата байұлда, 6 ата әлінің ішінде ең көп соғыста қырғын көрген адайлар. Өйткені іргелес Түркменмен, іргелес мына тұрған Қарақалпақ Өзбекстан беткейі екі жақта жаудың өті болды. Бірақ сіздер ойламаңыздар, ана жақта жатқанда біздің Жетісуда жүріп, ана жақта жүріп, ешкім білмейді деп тарихтарыңызды. Мынау Қарабұрайдан бастап Ербосайдың да тарихын ата текті түгел оқып шықтық. Біреу оқымаған шығар, мен оқыдым. Неге? Адамда медицинада, медиктеріңіз болса білесіздер, адамның қанында бір клеткасында 23 хромосома болады. Соның екеуі егіз болады. Ал енді біздің қазақта 23 тамға бар, соның екеуі жүзге кірмейтін егіздер. Сунақ пен Қожа, Төре мен Төлеңгіт. Ал енді медицинада жасырып жүрген таңба адамның клеткасы қанын, діңкесін шығарғанда ең бірінші осы 23 діңке шығады. Соның сараптамасында 3-4 деп бөлінеді.
олар уже басқа ұлттарға шығады. Біз бірінші топта шығамыз. Демек, бізді алдамасын, біз қазақ ежелден жердің бетінде мәдениетін ұстаған, салт дәстүрін ұстаған, және жеті атаға бермей қыз ұстап, еш уақытта ұрпағын кем туғызбаған елміз. Айтайын, қанша соғыс болып жатса, қырғын болып жатсын, біздің Қазақстанда қанша жыл атом бомбасын атты. Сонда біздің ДНК-мыздың күштілігінің арқасында біз 1% ғана ауруға ұрындық. Сол атқан бомбадан қанша ракета ұшырып жатыр. Егер одан басқа ДНК-мыз төмен болса, қырылып қалар ек. Сондықтан мына асылдығымызды қайтадан асылдандыру және ұлт болып, ел болып, бағанадан да айттым ғой, біздің қазақтағы биліктегілердің қателескені. Оралман деген ат тауып берді бізге. А мен қате деп санаймын. Мына тұрған Өзбекстаннан, Қарақалпақстаннан, мына тұрған Қытайдан, мына тұрған Россиядан қазақтарды көшіріп әкелу өте қате. И оларға Оралман атағын берген біздікі кекелестік. Олардың бәрі біздің жер. Наоборот, ол жерде біздің қазақтар қалу керек еді. Біз Ауғаннан, Пакистаннан, Түркиядан сояқтағы кеткен қазақтарды алып келу керек еді. Содан кейін Оралман деген атаққа жүгірмеу керек еді. Қай туғансың деп сұрау керек еді. Сөйтіп, бәрінің руы бар ғой, елі бар. Соған кіргізіп алып кетіп, біз шекарамыз қайтадан ашып өтіп кету керек еді. Біздің саясаттың осалдығы. Сондықтан біз қазір қайта-қайта ақиқатты айтамыз деп жүгіріп жатыр. Бұл жерде ақиқат жоқ. Ренжімеңіздер. Үкіметтің саясатының ішінде ақиқат та жоқ. Бізде де ақиқат жоқ. Айтыңыздаршы, 4 қазақ отыратын болсақ, ұруға төбелесеміз. Егер біз төбелесіп жатсақ, ғана үкіметтер біз оларға керек, жеп кеткеніне пайдалы. Біздің біріккеніміз жақсы емес оларға. Біріктірмеу керек бізді. Сондықтан ол саясаттан кетіп, бірігіп, баяғы бабалар салған ізбен билік жолынан, бірақ мен беймін деп шықпай, халықты аралап жүріп, астыңда атың барда жүріп ел танып, және сіздерден бата алып отырып, және әр рудың, әр тайпаның ішінен бір елім дейтін азамат орталық ақпаратта тарап отырсақ деген үміт. Енді біз не шеше аламыз? Біз бәрін шеше аламыз. Бірақ біріксек, бірікпесек шеше алмаймыз ештеңе. Мұнай кетті, анау кетті, мынау кетті дейміз ғой. Осының бәріне өзіміз себепкерміз. Мен ауылда өзімнің ағайын туысқандарым менің өлігіме келетін кезде есіктің аузынан келатқан кезде айтады екен, Болат бар ма деп. Содан кейін бауырларым, ағаларым шығады, інілерім шығады. Болат, сен тұра тұр, саған көңіл айтпай ақ қойсын, кетсін дейді. Ана кіріп шықсын дейді. Қызметте істейтіндер. Мен айтамын, неге кіреді? Анау қайтқан менің бауырым. Ана өткен былтыр ағам қайтыс болды 60 жылғы. Қайтқан менің бауырым. Менің бауырымды қанды қол ұстағанын қаламаймын. Ол менің бауырым болса, менімен бірге бір дастарханға отыра алатын, өтірік айтпайтын болып келіп еді. 2 ағаларым бар менің жоғарыда отырған. Кіргізбей шығарып жібердім. Кет дедім саған. Сен кімсің дедім? Қанды қол ұрысың сен. Мен саған ағамның сүйегін ұстатқызбаймын дедім. Дастарханына отырғызбаймын деп шығарып жібердім. 2 рет сондай қайталасаңыздар ғой, ана отырғаныңдар өледі ғой. Мен көңілді айтқан жоқпын. Неге? Өйткені ондай өтіріктің керегі жоқ. Таза мұсылман шындықта болу керек. Кіргізбе өлігіне де барма. Сонда ғана біз қазаққа айтып береміз. Неге бұндай қаталдық керек? Біз ойбай қойшы десек, соның балалары өскен сайын біздің қазақты орысталандырып кетті. Ары кетсе 4 жыл сондай қаталдық шығып, 4 жылдан кейін бәрі орнына келеді. Сонда ол да бауырым деп келе алады. Шыны керек, осы отырған адайдың ішінде қызметте отырғандары бар. Қатты сөйлес сонымен. Өлігінің үстінде қасып кетеді деп. Мен сіздерге шындықты айтайын, бұл өмір қайталанатын. Нұрсұлтанның төрінде кісі қайтыс болды. Кіші жүздің жігіті қайтыс болды. Сөйтті да, ол жерде ар жағында адай зираты бар бізде де, түрікмен адайлардың зираты бар. Енді мына тұрған жақын жер, Шапырашының зиратының ішіне әкеп, қоя салса сүйегін шығарып тастапты. Бұл жерге жатпайды шапыраштар екен. Сол күні қырғын болып басылды, бірақ сол кезде талай айтты. Көресің сүйегің сенің көңіліңе қалады деп. Қазір сол өздерінің шапыраштың ішіне барып қоя алмайды ау сүйегін.
Неге? Өйткені жетеді. Осындай қаталдыққа баруымыз керек.